Мына дүние біз үшін уақытша мекен. Бірақ бұл мекеннің өзінде біздердің жанымызға да, тәнімізге де бір рахат сыйлап тұратын нәрселер бар. Мысалға охота, бір адамдар үшін рыбалка, бір адамдар үшін көкпар, бір адамдар үшін футбол, бір адамдар үшін компьютер ойындары. Бұның барлығы өзінің орнымен, өзінің жөнімен болса, мөлшерінде. Бұл кей уақытта демалыс ретінде, спорт ретінде қабылданады. Бірақ егерде бұл сенің өмірлік ұстанымыңа, өмірлік бір мақсат, мұратыңа айналып кететін болса, 20 жыл бойы компьютер ойнай беретін болсаң, 20 жыл бойы футбол доп теуіп жүретін болсаң, 20 жыл бойы тоқтаусыз охота жасап жүретін болсаң, 20 жыл бойы көкпар тартып жүретін болсаң, ондай болатын болса, мына өмірге сенің келген мақсатың сол болып кетті ғой онда. Ибрахим Атқамға айтады дейді ғой, охотадан келе жатса, Ибрахим Атқам, сен немене, осы аңшылық үшін жаралдың ба не деп. Алла тағала сені құлшылық үшін жаратпады ма? Сен өміріңнің бәрін қарап отырсақ, аң аулаумен ғана өткізіп жатсың ғой деген. Сол күннен бастап ол кісі есін жинап Алланың тура жолына қайтып, ғалымдық деңгейге жеткен түбінде. Бір ауыз сөз адамның өмірін қалай өзгертіп жібереді. Сондықтан да менің де бір бауырларым бар. Футбол ойнайды. Мен айтам, субханалла, футбол ойнама демейміз. Бірақ намазды да қоссаш қасына деймін да. Намаз оқитын футболшы болсаш, сонда сен ақиретіңе де бір карточкаңа ақша кетіп жатыр. Мына дүниеде де сен өзіңнің айтыр кішкене болсын жаныңның қалауын орындап жатсың деймін да. 7 күн ба? 7 күннің бәрінде футболда жүреді ғой. 7 күн ба? 7 күннің бәрінде көкпарда жүреді ғой. Олай да болмайды ғой. Бұл ғапылдықтың бір түрі ғой. Алладан ақирет күніне дайындаудың ғапыл. Немқұрайлы адам. Шайтан лағнет бұны соншалықты бір айналдырғанда, шыр айналдырған соншалықты бұны кәдімгідей прицелдан 165 градусқа бұр жіберген ғой. Енді бұны қайтадан бері қарай бұру үшін осындай уағыздар керек та. Осындай насихаттар керек. Оны қайтадан айналдыру, бірақ ауру батпандап кіріп алады дейді да, тез-тез. Бірақ мысқалдап шығады дейді да, ақырын шығарады. Жұқтырып алу тез да, бірақ одан жазылып шығу өте қиын. Футбол деген дерт болып кетеді сен үшін бір күні. Сен ол дерттен айыға алмай қаласың. Охота сен үшін үлкен дерт болып кетеді. Кәдімгі нәпсінің ләззатына айналып кетеді да, дертке айналып кетеді. Нәпсінің бір қалауына айналып кетеді. Нәпсінің құлдығына айналып кетеді. Көкпар да тура сондай.